Бүгін барып, апа, сізді жақсы көрем деңіз әлі. Апаңыз бәлкім өзін қармайға көзін жашалады. Толқынданады, рахаттанады, сүйінеді, жырғайды. Емнеге? Беріле сөз, апа, сізді жақсы көрем деп. Арамызда кейбір көпчілік балдар бар. 30 жылдан бері апа, сізді жақсы көрем деп айтелек балдар бар. Бұл жерге чейін мен көп оқу жайларда болдым, көп университеттерде болдым. Бүгін апаңдың ақырғы күні десе, емне қылмақсың деген сұрауны бердім. Сіздерге бір сұрау. Өзіңізден өзіңіз сұрап көріңізші. Бүгін апаңды больницаға барсаңыз, бүгін апаңдың ақырғы күні, же бүгін сенің ақырғы күнің десе, емне қылмақсыз? Өзіңіз сұрау беріңізші. Барат елем, апа, сізді жақсы көрем деп айтат елем. Апа, сізді жақсы көрем деп мойнынан құшақтайт елем. 24 сағат жанында отырат елем. Құдайға дуа қылат елем. Құдайдан сұрайт елем. Апамның 24 сағат көңілін қарағат қылат елем. Апа, разы болыңызшы, анча-панча бенделік қылдым, балалық қылдым, тентектік қылдым деп кешірім сұрайт елем деген. Татына қай, соның сөздерді сөйлейіз да. Сіздер де сөздерді сөйлейсіздер, шындай емес пе? Бірақ, апа, сізді жақсы көрем деп айтыш үшін сөзсіз еле апаң ертең өлет деген қаттың келіштің қажеті жоқ қой. Бүгін барып апа сізді жақсы көрем деп қойсақ болмайды. Бүгін барып бір туғаным 60-та 70-тегі адамдар отырасыздар. Бүгін барып бір туғаныңызға, бір туғаным сені жақсы көрем десеңіз, бір туғаныңыз толқынданады, қадимгідей ейлайды. Аға, сені жақсы көрем десеңіз, инем сені жақсы көрем деп қойсаңыз, қадимгідей жырғайды. Үкем, анча-мұнча кеткендір бендечілік. Үкем, мені кешіре қойшы десеңіз, үкеңіз қадимгідей жырғайды, көзіне жаш алады. Қылалбайыз ба? Сөз, ертеге өліп қалса аттен қыла баштайыз. Ертеге жашаудан жоғалсақ аттен қыла баштайыз. Ошол нәрсені бүгін қылсақ болбойбу? Бүгін кешірім сұрасақ болбойбу? Бүгін барып разышылығын алсақ болбойбу? Келіңіздер, мен сіздерден сұранам, бүгін ошол мүмкіншілікті қолдан шығарбайлық. Бүгін барып кешірім сұрайлық. Бүгін барып мамилебизди өзгөртөлүк. Бүгін барып балаңызға, ата баласын құшақтап тұрып, башынан қармап сылап тұрып, балам сені жақсы көрем деп қойса, бала кадимгидей толқынданат экен. Мен ата көріп отам, мен ата болдым. 4 жашар, 5 жашар қызым келіп, мойныман келіп құшақтап, ата сізді жақсы көрем десе, кадимгидей атасың, еркексің, толқынданасың. Жашыңды көрсеткің келбейді. Қызым аяққа шыға тұршы деп, кейде көзіңе жаш аласың. Ушул сөзді 5 күндік дүниеде рахаттанып жашабайлық па? 5 күндік дүниеде бір-бірімізге жақсы сөз арнап жашабайлық па? 5 күндік дүниеде кешіріп қойыңыз деп жашабайлық па? 5 күндік дүниеде бір туған менен аға ине болып, ата ене болып, ата бала болып, жырғап, рахаттанып жашабайлық па? Келіңіздер жашауымызды өзгертелік.